Сәлем достар, менің YouTube каналымның оқырмандары. Үй жағдайында Р дыбысын дұрыс қоюдың қандай жолдары бар, сол туралы бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең бірінші, мен жұмыс жасап жүрген 4 техника бар, сол техникада сіздерге ұсынбақшымын. Біріншіден, біз артикуляциялық аппаратты дайындауымыз керек, және де дұрыс тыныс алуды балаға үйретуіміз керек. Яғни дұрыс тыныс алуда, артикуляцияда бәрі бірге дұрыс жұмыс жасау керек. Ең бірінші, біз дұрыс демаламыз, яғни мұрынмен демаламыз. Сол демді ұстап тұрамыз. Екінші, аузымызды ашып, улыбочка жасаймыз, күлімсірейміз, яғни. Үшінші, тілді алдыңғы тістің артына қоямыз. И төртінші, д-д-д-д-д тез айтамыз. Кеттік. Д-д-д-д-д-д-д. И осылай жасап жатқан кезде біз міндетті түрде палочканы пайдаланамыз. Палочканы қалай пайдаланамыз, яғни бір мұрынмен демаламыз. Д-д-д-д-д и д-ны тез айтамыз. Жаңағы ұстап тұрған демді шығарып, прям күшпен айту керек. Сонда тіліміздің ұшы вибрация ойнайды да, бізде р дыбысы пайда болады. Және де осы жерде айта кететін жағдай, ғ тамақпен, кейде балалар тамақпен қосып ғ деп айтады. Ол кезде бірден стоп жасау керек, өйткені тамақты қосып ғ деп айтқан баладан результат көру қиын болады, өйткені ғ деп бастап айтқан баланы қайтадан бастап қойып, потом қайтадан р-ға ауыстыру өте қиынға соғады. Сол үшін желательно үй жағдайында ата-аналар р-ны өздеріңіз қоятын болсаңыздар, міндетті түрде ғ-ны айтып келе жатса, бала бірден стоп қоюымыз керек. Кеттік, тағы бір іздейміз. Және де баланың қолын жуғызып алып, жақсылап өзінде вибрация жасасаңыз болады, сұқ саусақпен. Яғни вибрацияны сұқ саусақпен өзі кез келген уақытта жасай беруге болады. Зато вибрация тез болады, р дыбысын постановка жасау тез оңайға соғады. Осылай вибрация жасауды үйреніп алғаннан кейін балада автоматически машықтандыру қою керек. Ең бірінші тілде вибрация болса болды, қалғаны ары қарай оңайға соғады.